Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қыстық дайындықты бастап, смородинадан жасалатын компоттың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі компоттарыңыз дәмді ерекше болып шығады. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен суымызды қайнатамыз. Ол үшін кастрөлге толтырып су құйып қайнатамыз. Және шәйнекке жарты шәйнектей су құйып қайнатамыз. Шәйнектегі суымыз қайнаған уақытта осындай банкының қақпақтары қажет болады. Осыны шәйнектегі суға салып 1 минуттай қайнатып аламыз. Содан соң осы қайнап тұрған шәйнекте банкілерімізді булаймыз. Ол үшін жуып тазаланған банкімізді видеода көрсетілгендей қоямыз. 5 минут булап аламыз. 5 минут өткен соң банкімізді алып, қақпағын жабамыз. Және дәл осылай қалған банкілерді де булап аламыз. Содан кейін жеміс-жидектерімізді тазартып жақсылап жуып аламыз. Менде бұл жерде қара смородина мен сары смородина қолданамын, және алма қолданамын, және қант қолданамыз. Егер сіздер алма қолданбасаңыздар да болады, бұл әркімнің өзінің қалауына байланысты. Жалғыз смородинаның өзімен де жасай беруге болады. Енді буланған банкілерімізді дайындап, қақпағын ашып аламыз, және әр банкіге бөліп жеміс-жидектерімізді салып аламыз. Алдымен смородинаны салып аламыз осылай, және оның үстіне алма саламыз. Мен мана айтып кеткенімдей, алма міндетті емес. Алманы қолданбай, жалғыз смородинаны өзінен жасай берсеңіздер болады. Және қант саламыз. Бұл жерде 280 грамм қант қолдандым. Егер компот тәтті болған қаласаңыздар, онда 300 граммдай қант қолдансаңыздар болады. Және қайнаған ыстық суымызды құямыз. Суды алдымен құйған кезде аз мөлшерде құйыңыздар, себебі жеміс-жидектеріміз салқын болса, қайнаған су құйған кезде банкіміз морсынып кетуі мүмкін. Содан кейін біз осылай күшейте отыра суымызды құямыз. Банкіміз толғанша суымызды құйып шығамыз. Банкіміз толғаннан кейін қақпағын жабамыз. Дәл осылай келесі банкіге де құйып шығамыз. Және достар, сіздердің маған қолдауларыңыз өте қажет. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Апта сайын арнамда дәмді, керемет рецепттер шығып тұрады. Содан кейін банкінің қақпағын жабамыз. Ол үшін бізге осындай закрывашка қажет. Закрывашканың үстін басып отырып, келесі қолыммен айналдыра отыра банкімізді жабамыз. Және банкының толықтай жабылғандығына көз жеткіземіз. Және де банкімізді видеода көрсетілгендей айналдырамыз. Ол қантты толықтай еру үшін қажет. Қалған банкілерімізді дәл осылай жауып аламыз. Мінекей осы видеода көрсетілгендей қылып жауып аламыз. Ең бастысы банкіміздің қақпағы толық жабылу қажет. Жабылған әр банкіні осылай айналдырып аламыз. Түбіндегі қант толықтай еру үшін. Айналдырып болғаннан кейін банкіміздің аузын төменге қаратып қоямыз. Банкілерімізді енді сүлгімен немесе қалың орамалмен жабамыз. Банкіміз жылы күйінде бір түнде немесе бір күндей тұру қажет. Бір күн өткеннен кейін сүлгіні алып тастасаңыздар болады. Мінекей компоттарымыз осылай жасалады. Бір күн өткеннен кейін сүлгіні алып тастадым. Қыстық мезгілге осылай смородинадан жасап ішсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай, өте қарапайым жасалады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Апта сайын арнамда жаңа рецепт шығып тұратын болады. Сіздермен болған Аягөз.